Машина жасау – бұл еңбек құралдарын, көліктерді және де қолданыстағы заттар мен қорғаныс өнімдерін жасайтын өндіріс салаларының кешені. Машина жасау салалары физика, инжиниринг және материалтанудың білімдерін қолдана отырып, механикалық жүйелерді құрастыруға, өндіруге және оларға қызмет көрсетуге қолданады. Машина жасау кешендері Қазақстанның солтүстік пен оңтүстік-шығыс маңдарында жиі кездеседі. Олардың арасында ең көп таралған түрі ауыр машина жасау зауыттары. Машина жасау кәсіпорындары негізінен өнімді тұтыну аудандарында орналастырылады. Машина жасаудың кейбір салаларына шикізат базалары, машина жасау зауыттары үшін металл балқытатын қара металлургия кәсіпорындарының шоғырлануын ескеру қажет. Металл қажеттілігі жоғары машина жасау салаларына кен шахталық және мұнай құралдары өндірісі, энергетикалық машина жасау, сонымен қатар кейбір көліктік машина жасау түрлері, мысалы тепловоз құрылысы жатады. Машина жасаудағы технологиялық үдеріс 3 деңгейді қамтиды. Дайындық, механикалық өңдеу, жинақтау. Бұл жерде басты құрастыру материалы қара металл, сондай-ақ түсті металдар, ағаш, әйнек өнімдері, химиялық материалдар, жаңа материалдар кең қолданылады. Соңғы өнім бір кәсіпорын шегінде шығарылуы мүмкін емес. Ол көптеген жеке бөлшектер мен құрамалардан тұрады. Сондықтан да машина жасауда басқа салаға қарағанда мамандандыру мен кооперациялау жоғары дамыған. Ірі машина жасау кәсіпорындарында мамандану жеке цехтар мен бөлімшелер ірі деңгейінде байқалады. Бірақ әдетте бір кәсіпорында қажетті барлық жиынтық бөліктері өндірілмейді. Көптеген кәсіпорындар тар шеңберде мамандандырылған болып келеді. Сондықтан да бір-бірімен байланысты зауыттар толықтырушы, өнімдерді жеткізуші және өнімді тұтынушы жұмыс ырғағына тәуелді болады. Жинақтаушы кәсіпорындар өлшемдері бойынша ең ірілері. Олардың маңына шағын дайындамалар, бөлшектер және толықтырушы құралдар дайындайтын зауыттардан тұратын кешендер қалыптасады. Машина жасаудағы маманданудың барлық түрінің дамуы сала кәсіпорындарымен қатар басқа сала кәсіпорындары арасында кооперацияны кең өндірумен тығыз байланысты. Кооперациялау салаішілік және салааралық, ауданішілік және ауданаралық қалыптастыруды ұйымдастырады. Қазіргі уақытта машина жасау өнеркәсібінде әлем бойынша Қазақстан 39-ші орында алып тұр. Жылына 70-80 мыңға жуық электр құралғылары мен түрлі автомобильдер шығарып оларды көршілес Ресейге, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан елдеріне экспорттайды. Соңғы жылы елімізден 64,1 миллиард сомасында 9694 автомобиль экспортталды. Аллагеум Групп еліміздегі ең ірі компания. Оның құрамына жобалау институты және Алматы электромеханика, Шымкент металл құрастыру және Кентаудағы трансформатор зауыты кіреді. Солардың бірі Алматыдағы электромеханика кәсіпорны сөзіміздің тұздығы болмақ. Ал автомобиль құрастыру салаларының алыптары Азия Авто және Сарыарқа Автопром компаниялары. Қазақстанның машина жасау саласына инвестициялар 10 жыл бұрынға қарағанда 2 есе артып, 2019 жылы 50 миллиард теңгеге жетті. Мысалы, Қарағанды облысында Германиядан келген инвесторлардың қатысуымен шарикті арматура шығаратын Бемер Арматура Қазақстан бірлескен кәсіпорны құрылды. Павлодар облысында Проммаш комплект ЖСГ бағыттама бұрмалары мен темір жол дөңгелектерін шығара бастады. Астаналық АЭА-да француздық Alstom компаниясы мен электровоз шығаратын бірлескен кәсіпорын құрды. Ақтауда Kudu Industries Қазақстан ЖШ бұрандалы сорғылар шығара бастады.